An tatkan ömrümde ongaç esinde olsun. An tatkan degene özün tuğan әйелі, tuğan екі balası, әуелден алғанда өмірлік жолдас болам деп антасы бардыңыз. Иә. Енді шылдардың жетін қып тастап, қаншама бейнет көрдім арқым. Өзі сол жұмыс істеп қайда тигізілді. Сақпан үй арағымен кетті. Шынданың. Оған әулие ермайды. Әулие өрінді ол тыңдамайды. Арат соғады. Осынша біледі. Енді міне жалғандыққа ақыратқа кетпе енді көресің. Өзіне де айтқам мен. Айтқам, от көрдің ба? Деп алмайды. Сен сонда мен түн бармадым. Артынан келіп маған келіп оқыжады ғой. Апар мені қос. Өлем. Жәпендерде адам туылмайды. Анаған көнгөн деген, соның ананың бәріне көнгенсің. Мен бәрін білемін. Соның бәріне көнді ғой. Бәріне көнді ғой. Bir balalar için жетім қылмайын, жетім деген асатпайын деп, намыстан. Көріші. Мен айттым ба, сен қысаға болдың мені, осыны арқы. Әлгі Әлия дегені менен кетті қарсы. Ана ағасы да әйтеуір көнді. Шеше іштен шыққан сұржылар қияма. Келді ғой, райынан қайтты ғой деп. Мөлтектеп. Біраз кім жәпен туылап еді. Тіпті сіздер ауырласаңыздар, өзім мына жерде бір үй бар. Енді кемпірмен бірге тұрды ғой. Үй бар, өзі дәргіз істейді. Дәргіз істейді өзі. Екі сүйірі бар, бұлай. Аш емес. Өзім күн көрем, асырай алам. Апа, сіз балаңызбен тұра беріңіз. Деді. Оған өкіріп қоя берді. Мен немерелерімен кеше алмайым. Арағым кештеп, жалынып. Кемпірді қимады, сыйлайтын, енесін. Енесі дұрыс адам. Жақсы көрді. Оны енді ол қайда? Үйде қазір. Жаңа үйге көтеріліп кірді. Үйде ме? Бейсен бар жанында баласы. Бейсен. Сонда ол не істейді? Жоқ, енді жай енді сізді көріп кетейін дегені ғой енді. Енді істейін, мен басқа. Менде амал бар ма? Барам деді, бар жайды алып барайын дедім. Болмады. Сосын жарайды алып келейін, баян ауылын көрсін, бір бойын жалсын деп алып келдім.